Саламатсыздар ма, студенттер? Бүгінгі тәрбие сағатымыздың тақырыбы батырлардың тұйғыны, ғалымдардың жүйрігі Ғабдуллин деп аталады, яғни Мәлік Ғабдуллин атамыз туралы болмақ. Енді бұл тақырыпты бастамас бұрын әдеттегідей қауіпсіздік сабағын таныстырып өтейін. Қауіпсіздік сабағының тақырыбы секталардың ықпалына қалай түспеуге болады, неге осы жөнінде болмақ. Енді жалпы Қазақстанда секталар әлі күнге шейін бар. Атап айтатын болсақ, мына әр діни бағытта да секталар көп. Оның ішінде мына христиан бағытында, атап айтсақ, католиктік бағытында, әсіресе мына діни бағытта өздерін мұсылманбыз деп атын жабылып жүретін түрлі діни ұйымдар тіркелмеген бар. Оларды атап айтатын болсақ, осы діни секталардың құрамында табиғи жамағат бар. Қазақстанда ресми түрде экстремизммен тоқтатқан жұмысын, және де ваххабизм, салафизм бағыттағы түрлі секталар бар. Сіздерге алдарыңызға қазір постер қорғауға арнайы плакаттар, жазбалар берейін. Сіздер екі топқа бөлім барына, сол екі топқа байланысты алғашқы топқа Қазақстан Республикасының аумағында тыйым салынған діни бағыттардың ұйымын жазу тапсырам, жаңа басшыға айтып өттім. Ал енді екінші топқа сіздерге діни секталардың белгілері, олардың қандай құқықтарына қалай түсінуге болады мінекей осы жөнінде шағын ғана постер дайындап, осыны қорғауды сұраймын. Енді жаңа сабағымыз, жаңа айтып өттім, отанымызға қауіп төнген кезде осы соғыс жылдарында, сонау екінші дүниежүзілік соғыста Мәлік Ғабдуллиннің ерліктерін айту. Мен ол үшін алдыға осы жазба видеороликтерді тыңдап тамашалайық, одан кейін бар тақырыпқа ораламыз. Енді жалпы Мәлік Ғабдуллин жалғыз батыр ғана емес, ақын жазушы. Атап айтатын болса, менің майдандас достарым Алтын жұлдыз және сұрапыл жылдар тағы басқа кітаптар жазды. Енді жалпы оның өмірбаянына келетін болсақ, Мәлік Ғабдуллин 15 жылы Көкшетау облысы Зеренді елді мекенінде дүниеге келген. 15 жылы және де 41-46 жылдары бұрынғы генерал Панфилов басқарған атқыштар дивизиясы сапында Отан соғысына қатысқан болатын. Және де соғыс аяқталып елге оралған соң Ғабдуллин атамыз ғылыми еңбектермен педагогикалық мекемелерде жұмыс істеді. Ал майдангердің жазушылығы туралы әңгіме бір бөлек. Енді студенттер алдарыңызға оқулықтың жұмыс берген, алдарыңа жаңа таратып бердім. Енді мәтінді әңгімелеп, осы соғыс көрінісінің қаруларын дауысын тыңдату арқылы сіздер мәтінді әңгімелеп берсеңіздер. Және де келесі тапсырма бөлімдерге мәтінге ат қойып, және де негізгі ойды анықтаймыз. Одан кейін ой толғаныс деп аталады. Мәтін бойынша кейіпкерлердің көңіл күйін анықтап, сол бойынша суреттейміз. Екінші тапсырма мәтінді әңгімелеп беру. Алдарыңызға қағазда мәтін берілген. Осы бойынша әңгіме құрастырып, осы батыр Мәлік Ғабдуллин туралы деректерді айтамыз. Енді жалпы Мәлік Ғабдуллин жаңа өздеріңіз қатыс болғандай Панфиловтың дивизиясында жауынгерлік борышын атқарған. Және де жауынгерлік борышты басқарған жауынгерлік тобында 2 сағатқа созылған шайқаста жаудың 80 әскерін жойып, 85 аштар көлін тұтқынға түсірген Түркістанға осылай батыр атағын алған. Және де ерлігі үшін Кеңес одағының батыр атағы беріп, Ленин ордені және де алтын жұлдыз медалі тапсырылған. Енді елімізде Қазақстан ғылым академиясының Уәлихан атындағы сыйлықтың иегері екен. Енді бір сөзбен айтқанда, жаңа тапсырмаларды қабылдап қазір бағасын қояйын. Және де қорытындылай келгенде Мәлік
Ғабдуллиннің мына бір сөзі бар. Мен дейді, халықтың ұлымын. Халықтың киесі бар дейді. Жалған дүниеде ең ізгі, ең асқақ, ең таза нәрсе өз халқының қызметшісі болу деп осындай даңқты сөздер жазып кеткен. Ендеше студенттер, бүгінгі сабағымыз өз мәресіне жетті. Үйге тапсырма, осы берілген тапсырмаларды орындап қысқаша конспект жазып береміз. Сау саламат болыңыздар.